Мен ардагерлерге тек бір ғана сұрақ қойғым келеді. Сіздер 20 ғасырдағы жер бетіндегі ең қорқынышты соғыстардың бірін бастап өткердіңіздер. Ендеше бізге 21 ғасыр ұрпағына айтыңызшы, сіздердің жүректеріңізге бастан кешкен соғыстың сұмдықтары қандай із қалдырды? Соғыс басталған кезде менің әкемді броньменен алып қалып, ауылда председатель колхоза, бригадир колхоза қылып алып қалды. Сондықтан менің шешем жұмысқа ерте араласты. Бригадир жұмыстарды ұйымдастырған кезде жылқы фирмасы болды, соның бригадирі болып, соғысқа жылқы аттарды даярлап жіберіп тұратындай бригадада істеді менің әкем. Сол бригадада істеп жүрген кезінде енді менің шешемдағы бүкіл ауыл шаруашылығына араласты. Сондықтан мен кішкентай болсамдағы шешеммен бірге, соғысымен бірге мал бақса мал бағып, мына сосын егіс кезінде соның масағын жинауға барып жүрдік. Соның масағын жинаймыз, содан нан жасаса, соның ұндарын, басқаларын соғысқа жіберуге дайындап отырды менің әкем. Содан кейін мына соғыстағыларға носки, қолғап, сондай нелерді тоқитынбыз. Сонда сол кішкентай болсам да мені үйретіп қойып, сол шешеммен бірге соларды тоғып соғысқа жіберіп отырды. Сондықтан мені әлгі соғыстың тылдағы ардагері ретіне ілініп жүргенім сол 5 жасымдан бастап шешеммен бірге араласқандықтан. Біздің семьямызға әкеміз қалғанымен, әкемнің Әшім, Майкөш деген інілері соғысқа кетті. Олардың семьялары барлығы тек қана жас бала шағалары менен әйелдері ғана ауылда қалды. Мінекей соларға дағы көмектесіп жүруге шешем, әкем қол ұштарын беріп жатса, соның барлығына мен араластым. Соғыс біткеннен кейін енді оқуымызды жалғастырдық қой. GMP-ді бітіргеннен кейін Алматыда қалып, 12-ші мектепке орналастым. Сол 12-ші мектепте сабақ беріп жүрген класстарымның барлығына әр уақытта соғыс туралы мен айтып отырдым. Өте қиындықтарын көргенімізді, сол кезде қандай қиындықтарды мен өзім көргенімді, енді сондай жағдайға жеткізбесін. Сендер ондай соғысты көрмеңдер. Сендер осындай өмірде өмір сүріп, тек қана білім деп, әрі қарай ғылым менен айналысатындай дәрежеге жетіңдер деп ылғи айтып отырдым. Міне менің көп оқушыларым мына жердегі суреттердің өзінде бар, өте жоғары орындарда жақсы оқыды, жақсы бітірді. Қазір енді 1995 жылы бірінші президенттің қолынан мен Қазақстанға еңбек сіңірген қызметкер деп, осы барлық еңбегімнің нәтижесі ретінде награда алдым. Сол наградының арқасында қазір еңбек ардагерімін, ардагерлер советінде мүшемін, Алмалы ауданының. Әр уақытта кездесулерге шақырып тұрады. Сонда барып жүрген қазақ мектептеріме өзімнің қай жерде болса дағы жаңағы соғыстағы көрген қиындықтарымды, сондай жағдай сендердің бастарыңа түспесін деген тілегімді әр уақытта соларға әлі күнге дейін, міне күні 2-3 күн болды. Ветерандар советі міне осы күні кешеге дейін сол туралы айтудан жалыққан жоқпын, шаршаған жоқпын, айтып келе жатырмын.